Әр адамның өмірінде бір сәт болады. Ол өз жолыңды таңдаған сәт. Біреу дәрігер болуды армандайды, біреу заңгер болуды қалайды. Ал мен болашақпен жұмыс істеуді таңдадым. Мен ұстазбын. Менің есімім Рахметоллақызы Шынар. 2003 жылдың 22 мамырында Маңғыстау облысында дүниеге келдім. 2020 жылы Бейнеу лицейін жақсы нәтижемен аяқтап, жоғары оқу орнын Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінде аяқтадым. Осы жылдары мен педагогикалық іс тәжірибеден өту барысында оқушылармен жұмыс жасау маған ұнайтынын түсіндім. 2025 жылы өзімнің ауылымдағы Манашы жалпы білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесіне химия пәні бойынша мұғалім болып жұмысқа кірдім. Еңбек өтілім 1 жыл 4 ай. Осы аралықта әртүрлі сайыстарға қатысып, және де өзімнің оқушыларымды да әртүрлі сайыстарға қатыстырып, жүлделі орындарды иелендім. Ұстаз болу ақпаратты беру ғана емес, ұстаз болу жүректерге жол табу. Бала күнімде тақта алдында тұрып, бор ұстап, қиялымда оқушыларға сабақ өтетінмін. Себебі мен үшін мұғалім ерекше тұлға еді. Ол шабыт, ол тірек, ол бақыт беруші. Мектепте мені қанаттандырған ұстаздар болды. Олар маған тек формула мен ережені үйреткен жоқ, олар маған сенуді үйретті. Сол кезде мен түсіндім. Егер бір баланың көзінде мен түсіндім деген ұшқын жанса, ол кез келген марапаттан артық. Сондықтан да мен ұстаздық жолды таңдадым. Өйткені бұл жүрек қалауым. Болашақта шәкірттеріме үлгі болатын, олардың сеніміне ие болатын, мейірімді де талапшыл ұстаз атанғым келеді. Ұстаз болу мен үшін жай мамандық емес, ол менің өмірлік миссия. Менің педагогикалық ұстанымым әр сабақ баланың болашағына әсер ететін мүмкіндік. Біз кейде 45 минутты жай ғана уақыт деп қабылдаймыз, ал шын мәнінде сол уақыт бір баланың тағдырында шешуші рөл атқару мүмкін. Бір ауыз сөз қанаттандырады, бір ауыз сөз керісінше сенімін өшіруі мүмкін. Сондықтан мен әр сабағыма жауапкершілікпен қараймын. Мен үшін маңыздысы оқушының бүгінгі нәтижесі емес, оның ертеңгі сенімі. Мен сабақта үш нәрсеге мән беремін: түсіну, қолдану, сезіну. Егер бала білімнің өмірде не үшін керек екенін түсінсе, оны практикада қолдана алса, және сол процестен қуаныш сезінсе, онда білім шынайы болды деген сөз. Ұстаз ретінде менің ең басты қағидам баланың өзіне деген сенімін жоғалтпау. Себебі сенімі бар бала үйренеді, ізденеді, жетістікке жетеді. Қазіргі заман ұстазы өзгерістен қорықпайтын тұлға. Себебі уақыт өзгерді, оқушы өзгерді, білім беру тәсілі де өзгеру керек. Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады деген екен Ахмет Байтұрсынов атамыз. Осыған сәйкес мен сабақта оқушыны жай тыңдаушы емес, белсенді қатысушы ретінде көремін. Интерактивті әдістерді қолданамын, топтық жұмыстар ұйымдастырамын, проблемалық сұрақтар арқылы ойлануға жетелеймін. Цифрлық платформаларды тиімді пайдаланып, жедел кері байланыс беремін. Бірақ мен үшін технология мақсат емес, құрал. Негізгі мақсат оқушының қызығушылығын ояту. Ұстаздың ең үлкен жетістігі диплом емес, грамота емес, мадақтама емес. Ол шәкірттің жетістігі. Бір күні оқушы маған: "Апай, мен сіздің сабағыңыздан кейін өзіме сенімді болдым" деді. Сол сәтте ұстаз еңбегі ешқашан зая кетпейтіндігін түсіндім. Біз кейде нәтижені бірден көрмейміз, бірақ жылдар өткен соң шәкірттің саған алғыс айтып келсе, сол ең үлкен марапат. Менің мақсатым тек білімді шәкірт тәрбиелеу ғана емес, сонымен қатар жауапты, саналы тұлға қалыптастыру. Сондықтан да мен ұстаз болуды таңдадым. Ұстаз болу тек қана сабақ беру ғана емес, сонымен қатар жүректерге жол табу. Жас ұрпақтың бойына біліммен қатар адамгершілік қасиеттері сіңіру. Алдымыздағы әрбір баланың бойына білім нәрімен сусындатып, олардың болашақтарын дұрыс бағыт-бағдар беруге, өмірдің мәнін түсінуге көмектескім келеді. Мен ұстаз болуды таңдадым. Себебі мен болашақты таңдадым. Мен жаңашыл ұстазбын. Мен ізденуші ұстазбын. Мен өз жолын тапқан ұстазбын. Ұстаз болу күн сайын жаңадан бастау, күн сайын іздену, күн сайын өзіңді жетілдіру. Ал менің шығармашылық жолым енді ғана басталды.